Ресей тарапы жексенбі күні кешке президент Путиннің Новгород облысындағы резиденциясына украиналық дрондар шабуыл жасағанын мәлімдеп отыр. Алайда Киев бұл айыптауларды бірден жоққа шығарып, мұны кезекті өтірік деп атады. Бүгін осы құпия оқиғаның мән-жайын талқылаймыз. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың айтуынша, Украина резиденцияға қарай 91 ұзақ қашықтыққа ұшатын дрон жіберген. Лавров барлық дрондардың атып түсірілгенін жеткізді, бірақ әзірге бұған ешқандай фото немесе видео дәлел ұсынылмады. Кремль өкілдері де дәлелдерді көрсетуден бас тартты. Президент Зеленский бұл ақпарды бейбіт келіссөздерді бұзу үшін ойлап табылған сылтау деп бағалады. Оның болжамынша, Ресей бұл арқылы Киевке жасалатын жаңа соққыларға негіз дайындап отыр. Әрбір адам сақ болуы керек, елордаға соққы жасалуы әбден мүмкін деп ескертті Украина басшысы. Айта кетерлігі, бұл айыптаулар ақш пен Украина арасындағы Флоридадағы кездесуден кейін жарияланды. Ресей бұл оқиғадан соң келіссөз позициясын қайта қарайтынын мәлімдеді. Көптеген сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай соғысты 2026 жылы аяқтау жоспарына едәуір нұқсан келтіруі мүмкін. Әзірге жағдай белгісіз болып қалуда. Біз оқиғаны халықаралық басылымдар негізінде бақылап отырамыз. Ең жаңа әрі шынайы ақпараттар үшін Абр-Ньюс арнасына жазылыңыз. Сіздіңше бұл ақпар шындық па әлде саяси ойын ба? Пікір қалдырыңыз.